Қазақстандық тұрғындардың азық-түлік себетін көкөністерсіз елестету қиын. Статистика комитетінің мәліметі бойынша біз ай сайын 7 килограмм көкөніс пен 3-4 килограмм картоп тұтынатын болып шықтық. Соңғы жылдары Қазақстанда көкөністермен тең картопты өндіру және сату неғұрлым тиімді мәдениет болып табылады. Картоп өсіру шаруашылықтарының тиімділік деңгейі 50%-тен астам. Жаңа бастаған кәсіпкерге өз бизнесін қалай ұйымдастыруға болады және қанша ақша табуға болады? Талдап көрейік. Әуелі осы бизнесті бастау үшін қандай ресурстар керек болатынын анықтап алу қажет. Первое – это земля, то есть пашня, где будет воздействовать та или иная культура, первое. Второе – возможности проведения мероприятий агротехнические. Это, скажем, обработки почвы на этих землях, орошение, это вода, значит, как ресурсы, и семенной материал. Также техника специальная для выращивания той или иной культуры. Учаске меншікке де, жалға да мерзімді немесе мерзімсіз ресімделуі мүмкін. Бос учаскелер туралы ақпаратты тұрғылықты жердегі жер ресурстары басқармасынан алуға болады. Айтқандай, тәжірибелі көкөніс өсірушілер 5 гектардан бастауға кеңес береді. Жұмыс басталғанға дейін шешілуі қажет екінші мәселе – шаруашылықты техникамен жабдықтау. Егер сіздің учаскеңіз 1 гектардан аз болса, онда қолмен жұмыс істеуге болады және сізге әдеттегі бау-бақша құралдарының жиынтығы қажет болады. Ал 1 гектардан астам егіс алқабында соқасы бар тракторды жалға алуға немесе оны сатып алуға тура келеді. Көкөністерді таңдау мәселесіне көшейік. Көкөністерге картоп, қызылша, қырыққабат, сәбіз, бұрыш және тағы басқалары жатады. Нарықтың молығуынан олардың құны айтарлықтай төмендеуі мүмкін болатын факторды ескеру керек. Бірнеше көкөніс түрлерін өсіру кезінде мұндай тәуекелдер азаяды. Бір учаскеде фермерге 5 түрлі дақылдарды өсіруге болады. Мысалы, сіз картоп өсірмек болдыңыз делік. Тұқымдарды қалай таңдауға болады? Олар қанша тұрады және егуден бастап жинауға дейінгі өсіру кезеңдері қандай? Осы дақылды өсірудің негізгі ережелерін ұсына отырып, тіпті шағын учаскеде жақсы өнім алуға болады. Нөмірі 1-ші ереже – отырғызу материалын таңдау. Өсімдік шаруашылығындағы табыстың кепілі – жоғары сапалы тұқым материалы. Төмен сапалы түйнектен көкөніс өсіруге тырыспаңыз. Оныңыз жүзеге аспайды. Тіпті тұрақты түрде тыңайтып, барынша күтім жасасаңыз да ештеңе өнбейді. Сапалы тұқымдық картоп бұл өсіп өне бастаған орташа тауық жұмыртқасының көлеміндей сау түйнектер. Өскіннің ұзындығы 2 сантиметрден аспауы керек, әйтпесе отырғызу кезінде үзіліп қалады. В Казахстане используются наши отечественные сорта, так и зарубежные. Из наших отечественных сортов можно рекомендовать такие, как Максим, как Улан, Аксор, ну и ряд других. Это можно найти в каталоге, значит, сортов. Из зарубежных сортов это Латона, Розара, Гала. Вообще семенной материал сортируется по фракциям. То есть мелкую фракцию 30-50 грамм, среднюю массой 80 до 80 и крупную свыше 80 грамм. Крупные клубни нарезает на половинки и смешивает с целыми в соотношении 1 к 3. Нестандартные, нетипичные для сорта загнившие, больные клубни, а также примеси удаляет, конечно же. За 5-7 дней до посадки клубней, значит, прогревает при температуре 25-27. То есть проводим воздушный тепловой обогрев клубней. Нөмірі 2-ші ереже. Ауыспалы егісті қарастырыңыз.
картопты бір жерде қатарынан 3 мезгіл отырғызуға болмайды. Әрі фермалар бұл мәселені картопты бұрын егін болған жерде өсіру арқылы оңай шешеді. Шағын қожалықтар үшін бұршақ, қияр, сәбіз және бұршақ тұқымдастардың дақылдары тиімді болады.